арасындағы жеңістің 80 жылдығына және осы күнге жете алмай қызметтік борышын атқару кезінде қаза тапқан Таулы Қарабақтағы ұрысқа қатысушыларды құрметтеуге арналған шахматтан жасөспірімдер арасындағы Ақсу жекпе-жек спорт клубының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған ашық біріншілігіне қош келдіңіздер. Алтын күн аспаны, алтынмен даласы, ерліктің дастаны еліңе қалашы, ежелден ердеген далқама шақты ғой, намысын бермеген қасаған мықты ғой. Қонақтары бүгінгі біздің ауылымызда өтейін деп жатқан ауданаралық шахмат турниріне қатысушылар. Жеңіске жете беріңіздер, құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ел ағалары, осынау жастар, бауырлар, баршаларыңызға Аллахым нұр жаусын. Мына біздің бабаларымызда мынандай сөз бар. Адам дүниеден өткен кезде дейді, кісі дүниеден өткен кезде ол шынымен өлмейді дейді. Естен шыққан кезде шынымен өледі дейді. Мына қазір қарап отырмын, бәрі жап-жас жігіттер екен. Бәрі жап-жас жігіттер, бірақ олар елді қорғаймыз деп, сол отанды қорғаймыз деп, кейінгі ұрпақтың аман болу үшін жандарын қиған кісілер ұмытылмай бүгін міне осы Бақтияр ағамыз бастағанда біздің ағаларымыз ол неде қатысқан. Сол кісілерді ұмытпай еске алып отырды. Алла тағала өткен мұсылмандардың рахметін алсын. Мынау осындай жастарға шынайы қызмет етіп өткен кісілерді ұмыттырмай, еске алып, таныстырып, ұмыттырмай жүрген мынау осындай дүниелерді ұйымдастырып жүрген ағаларымызға Алла разы болсын. Құдай өмірлеріңізге берекет берсін. Мынау спорт, ол еңбекпен егіз деп біздің алдымызда үлкендер айтқандай, мынау шахмат деген адамның ойын күшейтетін, санасын күшейтетін керемет ойын. Бірақ әттең-ай өзім кезінде осы шахматты үйрене алмадым. Өйткені мектеп болды, мектептен кейін медресеге оқып біттік. 20 жасымда көрші Оймауыт елді мектепте мұғаліммін, араб тілінен, ауылда имаммын, Тұсқайда медресем бар, Құран үйрететін. Сонда осы шахматты бір ағаларымыз үйретем деген кезде мен онымен отырып қаламын, мына жақта жұмысым қалып қойды деп үйренбеген ғой сол кезде. Қазір ойлаймын, шіркін соны үйреніп алғанда мына өмірімде жүріс-тұрысымды тағы да дұрыстап алар ма едім деп, одан да дұрыстап алар ма едім деген ой келеді. Өмірдегі керекті жүріс-тұрыстар реттейтін нәрсе ғой. Енді осыны Қадыр Мырзалиев деген атамыз бір ауыз сөзбен былай деп айтып кеткен ғой. Өмір өтіп барады, ештеңе емес, сәттер өтіп барады, осы қиын деп айтып кеткен екен. Бұл да бір сәт қазір. Бұл да бір сәт. Мұны осы бір сәтті естіп, осы ағаларымыздың қуанышында, мына өткендерді еске алуда, жастарға болашақ бір кездесіп қалудағы бір сәтімізді тастап қалмайық деп, бар жұмысымызды тастап шауып келіп, құтты болсын деп айтайық деп келдік. Құдай тағалам берекесін берсін. Енді мынау өзімнің ең сыйлайтын ағаларым бар екен, осының Бақтияр аға, осында інілеріміз, ағаларымыз. Мынау керемет жарысқа мен де бір өзім үлесімді қосқым деп жатыр. Алла бұйыртса, мынау кеше Меккеден алған сағатымызбен осы жарыстағы білмеймін қай орында бересіз Бақтияр аға. Осы сыйлаңыз. Алла разы болсын. Жарысымыз көбейе берсін. Мынау жарыста ғана емес, ертең бүкіл Қазақстанның шахмат жарысында ойып тұрып орын алатын жастар шығуын алып тілектесіміз. Құрметті бүгінгі іс-шараға қатысушылар, қош келіпсіздер. Аудандық шахматтан ұйымдастырылып жатқан жарыс бағана бері айтып жатыр. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына және Таулы Қарабақ соғыс іс-қимылдар одағының ұйымдастыруымен болып жатқан іс-шара. Жастар елдің болашағы, құдай қаласа сіздерге сенеміз. Осы ойыннан бастап ары қарай үлкен ойын алаңдарында сіздерді көреміз деген үміттеміз. Рахмет. Біріншіден биылғы теңіздің 80 жыл мерекесіне орай барлықтарыңызды құттықтаймын. Қатысқан азаматшыларға сәттілік, жеңіс. Құрметті жиын қатысушылар, құдай қаласа осы шахматтың арқасында сіздерді осы жас ұрпақ ертең елді билейтін, халықты ойлайтын азаматтардың бірі болды деп ойлаймыз. Өйткені шахмат әрқайсының бір қолынан келе бермейді.
Жарыс өзін жалғастыра берсін. Әрқашан айтқан жарыста еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті қонақтар, құрметті спортшылар, Ақбұлақ ауылынан әлем чемпиондары шыққан, әлем жүлдегерлері шыққан, бокстан да, кикбокстан да, футболдан да жақсы мықты спортсмендер шыққан. Жарысқа қатысушылар осы жарыс облыс, әлем, Қазақстан деңгейінде чемпиондар бола беруіне мен тілектеспін. Құрметті ардагерлер, құрметті қонақтар, және де жарысқа қатысушылар. Мен ойлаймын, осы жарысқа қатысушылардың арасында осы елдің атын әлемге танытатын үлкен спортшылар шығады деп. Құрметті жарысқа қатысушылар, құрметті қонақтар, құрметті ардагерлер, біздің қазіргі өзіміздің алдымызға қойған мақсатымыз Қазақстан Республикасының елін, халқының ынтымағын, бірлігін сақтау, жастардың патриоттық, отанға деген патриоттық рухын көтеру, отан қорғау алу мәселесінде болатын іс-шарамыз. Рахмет сіздерге. Бүгінгі күнде жарыста мықтылар жеңе берсін, достық жеңсін.